2 айналым қалды. 2 айналым қалды. Ал қараңыздар, бірте-бірте 5 ат қана іріктеліп қалды. 5 ат қана іріктеліп қалды. Секрет қалыңқы. Жаңа 7-ші нөмірге айналайында қалыңқы қараңыздар. Демек, олардың алға егесіп шапқаны әлгі жақсы нәтиже берген жоқ. Жоқ, қарқын өте жоғары. Өте жоғары. Қазір Тайсон мен жұмыртияқ егесіп бара жатыр, және аттың басын қоя берген сияқты ма қалай? Желғара мен жұмыртияқ егесіп бара жатыр. Желғара мен жұмыртияқ, иә. Ал 9-ші нөмірде Асуда қалысатын емес, Санжар Иринат мінген жүйрік. Олар қасында Маймақ қосылды. Қазір осы тұста енді аттар барын салып жарысып бара жатыр ғой. Осы тұста енді шамасы келмегендер, күші сарқылған аттар қамшы басып, өстіп сұрыпталып қала береді. Енді міне қазір қол аяғымыз дірілдеп. Рас. Сондай бір керемет сезімді айтпауы жалмайды. Сезімді Сезімді отырмыз. 4 ат қалды. Маймақ, Желғара, Асу және жұмыртияқ. Осы 4 аттың арасында бәсеке болады. Міне қарап отырсаңыз, Хамза бауырымызда атына бір қамшы көрсетіп қояды, қамшымен демеп. Бірақ әзірге салып келе жатқан жоқ. Аңғарсаңыз, барлық ат барын салып бара жатыр. Аяқ қолымыз дірілдеп, ойымыздағы сөзді аузымызға түседі айта алмай. Сондай бір керемет сезімде отырмыз. Асуға да қамшыра бастады, қараңыздар. Жирен қасқаға да қамшыра бастады. Ал осыдан кейін соңғы айналым ғой енді. Соңғы айналым осыдан кейін. Хамза ініміздің қолымызда Мирас бәйге қамшысы. Хамза қамшылары қазір шығып жатыр, неше түрлі қамшылар. Айдос ағамыздың шығарып отырған. 10-ші нөмірде Көкдау қалыңқы. Ал одан кейін кім келе жатыр? 3-ші ме? Желғара ма? Желғара жақсы келе жатыр. Желғара жақсы келе жатыр. Маймақ жақсы келе жатыр. Міне соңғы айналым басталды енді. Жұрттың алдан өтеді, осы кейін соңғы айналым. Ал көрейік енді, көрейік. Міне қазір Елдос Үмбетәлі бауырымыз айтпақшы. Құдай қалады, халық қарады. Шын жүйрегенді анықталады дейді міне. Атбегіліктің жалпы бәйгенің киімін айналып кеткен әннің сөзінде осындай жолдар бар. Міне қазір кіл жүйрікте кім жүйрік? Қазір жұмыртияққа да қамшыра бастады ғой ақында. Жоқ, жұмыртияқ бәрібір жақсы екен. Қазір соңғы 500 метрлік шешеді. Ой, Асуда қалысатын емес, жаңа көп қалып. Өте керемет шабыс болып бар жатыр. 3-ші Желғара, 2-ші Маймақ, ал ендеше. Міне жұмыртияқ қазір сыртына шыға бастады. Жұмыртияқ оның сыртынан қазір Асу шабуылдап барады. Неге сонша тақалып алды бір-біріне? Мына жерде қазір аға шабандоздардың бір-біріне қарайтын, шауып келе жатқан жеріне қарайтын уақыт жоқ. Қазір жұмыртияқты қысым қалып жіберді. Аздап қысып бара жатқан сияқты. Бірақ енді барлығы төрешілердің бақылауында неде болса қазір осы жерде анықталады. Кім шыдап берер екен көрейік. Ақыр 4 жүйрік беріп шықты. Ішке қарай өтті, көріңіздер ме міне? Жұмыртияқ ішке қарай өтті, бірақ Маймақ пен Желғара бәрібір бұл позицияны бере қойар ма екен? Кейіндей бастаған сияқты қазір жұмыртияқ. Жоқ, тым ерте жіберіп қойды. 3 айналым, 4 айналым бұрын жібердіген сұмдық ән шында да айтар жоқ. Аға енді бұл бәйгеде олай жібермесе, олай атты көтермесе, олай атты жүргізбесе тағы болмайды. Тағы болмайды, тым алға кетіп қалады, басқалар. Бұл іріктелмесе, ол финалдық бәйге болғандықтан кіл жүйріктің басы бір айналымда қосылғаннан кейін ол сондай бәйге болады. Бәйгенің деңгейі өте қатты жоғарылайды. Желғара, Маймақ, Асу және жұмыртияқ. Ақыр сыртына қарай кетті қазір. Жұмыртияқ. Бәрі қамшыра бастады, қараңыздар. Бәрі қамшылады. Бәрі қамшырып келеді шынында. Желғара қамшы салмай келеді. Желғара қамшысыз келе жатыр. Желғара қамшы салмай. Желғара чемпион, құрметті көрермен. Желғара Маймақ. Желғара жақсы өтті, қараңыздар. Қандай тамаша. Құттықтаймыз. Ай, тамаша. Желғара. Арнат Мұратхан мінген. Бүгін Арнат 3-ші рет жеңімпаз атанып отыр. Ай, тамаша. 2-ші келген Маймақ. 2-ші Маймақ. Маймақ шаршап қалды. Бірақ дегенмен мәреге 2-ші етті. 3-ші жұмыртияқ. 3-ші жұмыртияқ, 4-ші Асу. Барлық атбегілерді тамаша. Желғара. Негізі міне Нұржан мырза дұрыс айтқан екен. Негізгі бәсеке осы жүйріктердің ортасында өтеді деген болатын.